Сіз құрамы кілегей мен қаймақтан тұратын этно-тамақ бал қуырдақты жеп көрдіңіз бе? Иә, дәмі балдай болатын бұл бал қуырдақтың рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, сиыр немесе жылқы етін турап, майға қуырып аламыз. Татымына қарай тұзын, қара бұрышын, зирасын және роллтың дәмдеуішінен аздап қосып, тағы да бір мәрте араластырып, үстіне суын құйып, етімізді пісіретін боламыз. Одан соң кобра деп аталатын дәмдеуіштен қосып араластырып аламыз. Етіміз толығымен піскеннен кейін барып қана сливкиден құйып, араластырып, оттың астын басамыз және оның үстіне 2 ас қасық қаймақты салып араластырып, ыдысымызға қуырдағымызды салатын боламыз. Осымен дәмі тіл үйіретін этно-тамақ бал қуырдағымыз дайын. Ас болсын, парақшама тіркеліп алыңыз.